Баршаға қайырлы күн. Мінекей мен алжапқышты тігуді сіздерге көрсеткелі отырмын. Осындай 1 метр жеткілікті болады. Дак деген мата. Содан кейін былайынан пішіп аламыз мынаны алжапқышты, е. Өлшемдерін айтамын қазір, жазып көрсетемін. Содан кейін мынандайдан төртеу қиып аламыз. Төртеу және мынандай біреу қиып аламыз. Барлығының өлшемдерін қазір жазамын. Және бір қалта. Осыны қалай тігетін жолдарын, қалай тігем, соның барлығын көрсетемін. Бұл алжапқыш несімен ерекше, несімен басқа алжапқыштардан айырмашылығы бар деп ойланып отырсаңыздар, бұл алжапқыштың ерекшелігі мына 4 бауында. 4 бауында қараңыздар, 1, 2, 3, 4-еу. Неге 4-еу және 5-ші мынандай кішкентай қысқасы бар? Неге 5-еу? Екеуі бел ораға кетсе, екеуі мойынға кетеді, мойынға. Және біреуі бар. Міне, барлығын ерекше етіп тұрған осы. Қазір тігу барысында сіздерге барлығын түсіндіремін. Енді осыларды тігіп аламыз барлығын. Мінекей осылайынан барлығын тігіп отырасыздар. Тігуде өте оңай. Қолмен тіксе де кез келген машинамен тіге бересіздер. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5 барлығын міне тігіп шықтық. Көрдіңіздер ғой, мінекей. Ұзыннан етіп тігіп алдық. Енді мына қалтасы, осы қалтасын шеттерін былай тігіп шығамыз, дайындап аламыз. Міне қалтасын жан-жағын осылайдан тігіп шықтық. Мінекей былай. Көрдіңіздер ғой. Енді мынаны қазір қалтаны мына жерге тіккен кезде, мынаны тағы да бір қайырып, былай, тағы да бір қайырасыздар. Көрдіңіздер ғой. Сөйтіп үстінен былай басып тігіп шығамыз. Бұны мен неліктен істеп жатырмын? Себебі қалтаға бірдеңе салған кезде ішінен жіптері бүйтіп тарқатылып, сөгіліп жатпайды. Мына аккуратно, яғни мына тігістің бәрі, жіптердің барлығы мынаның ішіне кетеді, яғни міне. Көрдіңіздер ғой? Енді мынаның үстінен былайынан әдемі етіп тігіп шығамыз былайынан. Былай емес, осылай қиғаш қылдырып тігеміз. Қиғаш неге қиғаш? Себебі сіздер бірдеңе жасап жатқан кезде ол телефон былайынан салынатын болса, ол түсіп қалуы мүмкін, немесе оған су тиюі мүмкін. Ал қиғаш салынып тұрғанда телефонның былай қиғаш салынады қалтаға, су бірдеңе оған барып тікелей тимейді. Көрдіңіздер ме? Енді қалтаны тігуді бастаймыз. Қалтаны тігеміз. Мен қалтаны тіккенде былай істеймін. Мына жерді былай өткен кезде, жүрген кезде қайырамыз. Көрдіңіздер ғой? Қайырып аламыз. Сосын мен машинамен былай жүріп аламын. Бұл сөгіліп кетпес үшін жасалынатын амал. Артық жіпін қиып алып тастаймыз. Артық жіп әдемі емес тұрады, сол себепті артық жіпті алып тастаймыз. Осылай тігіп шығамыз. Мына жерге жақындап қалған кезде, соңына жақындап қалған кезде алдымен тікпес болын бұл жерден істейміз, бүктеп аламыз ішке қарай бірлете. Тіккен кезде біркелкі әдемі болып шығу үшін. Енді әркімнің машинасы әртүрлі, сол себепті өз машиналарыңызға қарай тігесіздер. Әр машинаның скорості әртүрлі, жылдамдығы әртүрлі, функциясы әртүрлі. Ал мендегі машина мына ең қарапайым қол машинасы. Тағы да тоқтаймыз. Мына жерде тағы да бір рет былай бүктеп аламыз. Бүктеп алдық. Әрі қарай тігуді жалғастырамыз, яғни. Айналамыз олай. Сол кезде барлығы әдемі, ұқыпты тігіледі. Дәл
бағанағыдай керісінше мен тігемін. Өйткені менде мындай қайырып тігетін, яғни артқа тігу деген жоқ, иә. Сол себепті мен осымен артқа жүремін. Болды. Так, бұны қиямыз. Қалтамыз тігілді. Ыңғайлы болады телефон салғанға. Енді бізге мына бауларын тігу керек болады. Мындай кішкене қалың, яғни жуандаулары бұл бел байлау үшін арналған, бұл мынау иыққа, иә. Ал мына екі жіңішкесі бұл белді белге байлағанға арналған жіптер десек те болады, немесе баулар. Осыларды енді орнына түйрегішпен түйреп қадап аламыз. Тоқтаған жерімізден әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей мен былайдан барлығын бір қайырып мынаны шықтым жан жағынан. Бір қайырдым. Енді мынаны біз қазір былай тігеміз, иә. Былай және былай тігеміз ғой. Сондықтан мынаны былайдан бір қайырға қалдырамыз, мына жақтан, иә. Мына жақтан былай бір тігіп аламыз. Қараңыздар. Мінекей, сөйтіп қойылып тұр. Мынаны инемен қадап қоямын. Мынаны инемен қадап қойдым. Көрдіңіздер ме? Дәл солай екінші жағында қадаймыз қазір. Мінекей. Міне. Мына жерге бір бүктеуге жаңағындай қалдырамыз, иә? Бір бүктейміз былайдан. Қалдырамыз да мына жерден мынаны тағы да жаңағындай былай бір бүктейміз. Және былай бір бүктейміз. Мінекей. Сосын мұны инемен қадап қойып қоямыз. Сосын мындай артық жіптердің барлығын әдемілеп қиып тастайсыздар, мындай жіптерді. Міне. Мына жерге былай қайырамыз. Осылай. Ал мына жерін екінші шетіне мына жерге, мінекей, көріп тұрсыздар ма? Мына жерге былай тігеміз. Бұны да қазір қайырып тігеміз. Сондықтан мынаны былай тіксеңіздер де болады, енді қалай сіздерге ыңғайлы. Немесе былай тіксеңіздер болады. Мен бірақ былай тігем ба деп тұрмын. Себебі мына жерде мен көрдіңіздер ме, мына ішке қайырып бір шетін тігіп алдым, ішіне қайырып жүргем. Сондықтан мен былайдан сыртынан тіге саламын. Немесе ерінбесеңіздер, былай тігіп, былай тіксеңіздер болады. Көрдіңіздер ме? Былай да болады, немесе былай да тіксеңіздер болады. Енді тігіп шығамыз. Мынаны былай иыққа асып киеміз. Көрдіңіздер ме? Байлайтындарын мыналарды мына жерге тігеміз. Қазір жіпті қайырып тігетін жер бар ғой. Сол жерге мынаны салып, бірге былай тігіп тастаймыз. Осылай. Көрдіңіздер ме? Мына жерге бүйтіп. Мына жерге. Дәл бағана екі жақты қалай тіктік, дәл солай мына жерді тігіп шығасыздар былай. Мынау жоғары кетеді, мынау байлайтын белден кетеді. Мінекей. Сөйтіп былай мына барлығын қайыра тігіп шығасыздар. Ұзыннан етіп бүкіл жағын. Мінекей. Мына байлайтын жағы. Мінекей, мына барлығын тігіп алдық. Мынаны тіктік. Мынаның екінші жағын мінекей. Мына жерге тіктім, мына жерге тіктім. Мына жерде мен бірнеше рет былай жүріп өттім. Екі жағынан да, міне қараңыздар, мінекей, мына жақтан да бірнеше рет. Өйткені мына жер өте көп қолданатын, өте көп пайдаланатын, иә, жер. Сондықтан бұл жерде мен бірнеше рет жүріп өттім. Енді бұл алжапқышты ерекше ететін не еді? Бұл бізде мынау қысқа ғана бау, иә. Бұны біз мына жерге тігеміз, қыздар, қараңыздар. Мына жерге тіккен кезде мынау біздің арқамызда ұстап тұрады. Соның арқасында мынау біздің мойнымызға былай керіліп тартылып тұрмайды. Иығымызда тұрғандықтан мынаның көмегі арқылы иығымызда күшті тұратын болады. Сол себепті мойнымыз біріншіден ауырмайды, яғни мойнымызды бүйтіп тартып тұрмайды, және иығымызда әдемі болып тұрады. Осының арқасында сол себепті мынау бір ғана осындай қысқа ғана баудың арқасында мынау ерекше болып, осының арқасында алжапқышымыз өте ыңғайлы болады. Енді бұны қай жерге тігеміз, иә? Бұны былайынан есептейсіздер. Мына жерден қоясыздар да, қанша сантиметр? Мен мысалға 29. Мына 29 сантиметр осы жерден ұстаймыз. Мынаны мына жерге тігеміз былай. Мінекей. Екі жағында 29 қылдырып санап аламыз да, осы жерден мықтап тігеміз. Бірнеше рет бұл жерден тіксеңіздер болады, немесе бір екі рет тіккен жеткілікті. Қыздар, мінекей, енді біздің алжапқышымыз дайын. Қараңыздар. Мінекей, мынау иыққа тұрады. Мынау бізде арқасын мынаны ұстап тұрады екі жағынан. Мінекей, қыздар, мынау бізде белінен байланатын бауы. Мінекей.
мынаның арқасында сіздердің мойындарыңыз талмайтын болады. Мына мойында тұрған кезде желкені тартып ауырады, иә. Ал мынадан желке тартылмайды, тек қана иыққа ілініп тұратын болады. Және қалтамыз мінекей қиғаш тігілген. Тігінен былай тігілмеген, иә, тігінен тігілмеген, жанынан тігілмеген қиғаш. Соның арқасында телефонымыз біздің түсіп қалмайды. Тігінен тұрған кезде оған су тамып кетпейді. Соның себепті бізде мынау қалтамыз қиғаш тұрады. Қыздар, міне сонымен алжапқышымыз дайын. Мойнымыз көрдіңіздер ме, мына жерден келіп тұр, яғни дақ мына жерге дейін, иә, түспейді, қорғап тұр. Мінекей, мына жерде қалта, мінекей, қалтамыз жіп.